біздің кішкентай достарымыз кітап оқып отырды. Содан кейін солтүстік мұзды елдің құбыжығы былай дейді: сені мұзға айналдырамын. Құбыжық ол кім? Енді құбыжық деген өте қорқынышты, жан-жаққа шығып тұрған азулы, ұзын әрі өткір тырнақтары бар қорқынышты құбыжықшы. Ого, тырнақтары үшкір ме? Өте үлкен және өте шапшаң. Қорқынышты ма? Мен мүлдем қорыққан жоқпын. Кейбір, ол тузы тырнақтар. Кейбір, мұнда біреу құбыжықтардан қорқады екен ғой. Сыртымда ешкім болған жоқ. Көңілді болды. Бізге құбыжық туралы тағы бір әңгіме айтып берші. Достар, кітап оқып отырсыңдар ма? Қане достар, қазір ұйықтау керек. Кеш батты ма? Қайырлы түн, Дада. Дода, кетіп барасың ба? Дода, сенікінде қонып қалсам бола ма? Сен қорықпаймын дедің ғой. Қорқақ кейбір. Мен қорықпаймын. Тек бүгін Доданыкінде қонғым келеді. Жарайды, түнімен қорқынышты әңгімелер айтып шығамыз. Қорқынышты әңгімелер? Түнімен? Екеуміз ұйықтамай қорқынышты әңгімелер айтып отырайықшы. Қонуға досың келгенде қорқынышты әңгімелер айтқан керемет емес пе? Иә, дұрыс-ақ. Құбыжықтар немен қоректенеді? Олар түнде шығатын шығар. Олар дейді. Тамаша болар еді. Дуда, құбыжықтар туралы айтпай-ақ қояйықшы. Неге? Ұйқың келді ме? Болмайды. Тап қазір ұйықтай алмайсың. Жарайды, мен ұйықтамаймын. Дуда, сен ұйықтап қалдың ба? Ұйықтап жатырсың ба, Дуда? Бұл не екен? Не болды? Скот, ана жақта құбыжық. Құбыжық, не? Құбыжық? Иә. Қарасаң жерді. Анау жақта. Бұл ағаштың көлеңкесі ғой. Құбыжық дейді ғой. Ешқандай құбыжықтар жоқ. Қорықпаңдар. Бағыл сәлем. Таң атпастан мұнда не істеп жүрсің? Мұнда қарашы, бұл қызық екен. Не болды? Бұл не? Бұл бүгін түнде пайда болды. Бұл не? Аяқтың ізі ме? Не? Онда бұл бар ғой. Мен түнде естіген дыбыс. Ол құбыжық болды ғой. Демек, бұл құбыжықтың ізі. Не? Құбыжық? Кейбір сондай қорқақ. Сен шынымен де мұнда құбыжық бар дейсің бе? Сәлем, достар. Сендерге не болған? Скот, кейбір түнде құбыжықтың дауысын естідім дейді. Сендер түнде естіген жоқсыңдар ма? Жоқ, ештеңе естіген жоқпын. Көрдің бе? Сенен басқа ешкім еш нәрсе естімеген. Ешқандай құбыжық жоқ. Қорқақ кейбір. Бұл өтірік. Мен еш нәрседен қорықпаймын. Құбыжық, қызық екен. Менің кетуім керек, сау болыңдар. Біз де кеттік, сау болыңдар. Құбыжықтар болмайды. Таңғы асқа кешіккен соң мұны әдейі ойлап таптыңдар ма? Жоқ, Дада, біз шынымен де үлкен ізді көрдік. Ол жақта құбыжық бар. Дада, құбыжықты іздеуге шығайықшы. Оны іздеудің қажеті жоқ. Құбыжық деген болмайды. Кейбір, ендеше құбыжықты өзіміз іздейікші. Не, жоқ, рахмет. Сенімсің бе? Ендеше өзің біл. Бұл не қылған дыбыс? Мен әлдене естідім. Құбыжық! Дада! Ла-ла-ла-ла! Ешқандай құбыжықтар болмайды. Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
жаңа өнер табысы. Құбыжыққа айналдыратын құрылғы. Тағы біреуді Тағы біреуді қорқытпайыншы. Мәссіға! Бұл сәлем дегенің бе? Жарайды, мен де амандастым. Қандай көңілді, танысқаныма қуаныштымын, Құбыжық. Сен неше жастасың? Достарың бар ма? Танысқанымызға қуаныштысың. Неге үндемейсің? Өте қуаныштысың ғой, е? Мен де қуаныштымын. Менімен бірге жүр. Сені достарымен таныстырамын. Қорықпа, менің достарым өте мейірімді. Жүрші енді, Құбыжық. Бәрі дұрыс па? Ей, Құбыжық, тоқтасаңшы. Құбыжық, екеуміз ойнайықшы. Құбыжық, әйтеуір тоқтадым ғой. Жабысып алғанына. Құбыжық. Әйтеуір тоқтадым қойшы. Скот, бұл сен бе едің, Скот? Бұл нағыз құбыжық. Сен кімсің? Сен Құбыжықсың ба? Жоқ, мен құбыжық емеспін. Мен Тритомын. Мен енді көшіп келдім. Дуда. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы. Трито менің досым. Оны бұрын көрмеппін. Оның аты Трито. Ол жақында орманға көшіп келген. Мен амандасайын дегенмін, бірақ ұйықтап қала беремін. Тағы да ұйықтап бара жатырмын. Танысқаныма қуаныштымын, Трито. Қош келдің, Трито. Рахмет, ұйықтап алуым керек. Көріскенше, достар. Қайда кеттің? Дұрыс айтасың. Осындай ізді Құбыжық қалдырған еді. Демек бұл Тритоның өзі. Мен айттым ғой, ешқандай қиындықтар болмайды. Осыншама қатты қорқып кеткеніме сен алмай. Неше жастасың? Мен де жақында ғана жер бетіне шықтым. Дудаға қараңдаршы. Ол жаңа дос тапқанына өте қуанышты сияқты. Не? Олар құбыжықпен достасып алды ма? Рас па? Қырсық-ай! Көмектесіңдер! Олар құбыжықпен дос болғысы келеді. Бізді күтсеңші! Қорқынышты ғой! Пікір айту үшін алдымен кітапты оқып алу керек. Дос дегенің әртүрлі бола береді.